Қайырлы күн достар. Бүгін табада әзірленетін пита дайындаймыз. Пита бұл лаваш тәріздес жұқа нан, бірақ бір ерекшелігі бұның ортасы қалта тәріздес болады. Питаның ортасына қалауларыңызша түрлі салма салсаңыздар болады. Питаның қамырын илеу үшін жап-жаңа қайнаған ыстық суды ыдысқа құйып алып, кішкене 1-2 минутқа қоямыз. Содан кейін үстінен тұз салып араластырамыз. Одан кейін ыдыстағы ұнымыздың ортасын ойық қылып, ішіне қайнаған суымызды және сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Төрт-бес минут жақсылап иін қандырып иленген қамырды салафанға салып, шетке 20 минутқа алып қоямыз. Жиырма минут өткеннен кейін қамырды 8 бөлікке бөлеміз және әр бөлікті дөңгелетіп салафанға саламыз. Дайын болған дөңгелектің біреуін алып, аз ғана сұйық май жағып, 3-4 мм қалыңдықта бір келкі қылып жаямыз. Жайылған қамырды қызып тұрған табаға салып, қызартып пісіре бастаймыз. 2 минуттай табаға ұстап, келесі жағына аударамыз. Оттың ыстығынан қамыр жайлап шар тәріздес үріліп, пісе бастайды. Сол кезде екі жағына кезекпен айналдырып отырып, бір келкі қылып пісіріп аламыз. Дәл осылай қалған қамырларды да пісіреміз. Пита өте дәмді болып шығады. Бұның ортасына көкөністер мен котлет салып ұсынсаңыз болады. Осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Сүндетова Гүлдана. Барлықтарыңызға ас болсын.